Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, құрметті егіз жұлдыз белгісінде туған жандар. Бүгін сіздердің назарларыңызға қараша айына арналған жорамалды ұсынамын. Қараша айында сіздерді не күтеді, сол туралы айтамыз, талдаймыз, жорамалдаймыз. Каналға тіркеліңіздер. Жеке сұрақтар болса, WhatsApp номерге, төмендегі WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Қараша айы егіздер, егіз жұлдыз белгісі. Міндетті түрде жазып кетіңіздер, менің жорамалым сіздерге қанша пайызбен, қанша пайыз егіз келеді. Енді бұл карта жалпы айдың басы сіздерде қарбалас болады. Қарбалас, жүгіріс, уақытыңыз жоқ, жеке өмірге, жеке өзіңізге көңіл аударуға мүлдем уақытыңыз болмайды. Жұмыс, шаруа, реттеу, жүгіру, белгілі бір мәселені реттеу, шешу деген сияқты шаруамен жүретін боласыз. Әрине бұл карта дегенмен де әсіресе қаражат жағындағы тұрақсыздықты білдіреді, жұмысқа қатысты тұрақсыздықты білдіреді. Кейбір адамдар жұмысында кішкентай бір нәрсе болса, уже шығып кетейін деп тұрғандай жүреді. Яғни сондай мәселе бойынша жүруі мүмкін. Кейбір адамдар ақшаны табады, бірақ тапқан ақшасы дымға артылмайды. Яғни ақша табады, сразу несиесін жабады, қарызын жабады, немесе белгілі бір ойламаған шығындар болады да, соған кетіп қалады. Сондай сияқты болуы мүмкін. Дегенмен де, яғни көріп тұрсыздар, мына карта сондай әдемі, қараңыздаршы. Ақша бар, бірақ оның кететін жері де бар. Яғни ойда уже сіз ол ақшаға, қаражатқа сіз жоспарлар құрып тастап отырсыз. Дегенмен де немесе бір уақытта екі жұмыс істеп жүресіз. Содан сіз шаршайсыз, энергияңыз таусылады, жүгіріс болады, сондай дүниелер болады. Яғни қолыңызда тұрған ештеңе жоқ. Сізде как будто жолыңыз болғанға тәуелдісіз. Жағдай қалай болады, солай жүресіз деген сияқты. Сосын ас пайдаланған кезде өте мұқият болу керек, потому что бұл жерде еще кішігірім улануларды білдіреді, немесе кішігірім ас қорыту жүйелеріңіздің бұзылуын білдіреді. Сондай-ақ асығыс шешім қабылдамаңыз. Тұрақсыздық болып тұр сіздің өміріңізде. Ол тұрақсыздық кезінде ешқашан асығыстық шешім қабылдауға болмайды. Себебі ол нәрсенің дұрыс несі болмайды. Міне керемет карта. Керемет карта негізінде бұл карта, қараңыз, алғашқы 10 күндікте ақшаға байланысты тұрақсыздықтар болады, екінші 10 күндікте уже 10 мен 20 аралығында сізде өмірде барлығы тез болады. Шаруаларыңыз тез шешіледі, мәселені тез реттеп тастайсыз, тез ойлаған дүниеңізді жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Яғни қозғалыстың 10 күндігі болады, сізде қозғалыс өте көп болады, жағдайыңыз жақсы болады. Бұл жылдамдықты білдіреді, тез жағдайдың өзгеруін білдіреді. Мысалы, сіз бір адаммен таныстыңыз, ол адам уже сізді кездесуге шақырады, деген сияқты болуы мүмкін. Немесе сіз жұмысқа резюме түйіндемеңіз жібердіңіз, ал ол жұмыс сізді шақырып тұр. Шабыттану, ғашық болу, бір көргеннен ғашық болып қалу мүмкіндігі бар, жетістікке жету мүмкіндігі бар. Және белсенді болыңыз, қорықпаңыз, жағдай тез өзгереді, жақсы болады. Қаражатыңыз да жаман емес. Дегенмен де бұл жерде қаражаттан гөрі жұмысыңыздың жүруін білдіреді. Әлі сізге қаражат түсіп жатқан жоқ, бірақ жұмысыңыз сіздің жүреді. Үшінші 10 күндік, яғни сіздерде бұл өзіңіздің қалауыңызды қорғау, өзіңіздің территорияңызды қорғау, өзіңіздің қызметіңізді қорғау, немесе ғашық жаныңызды қорғауды білдіреді, яғни өзіңізге керекті дүниені. Ақша бар болады сізде, барлығына күмәнданып, қауіптеніп жүретін боласыз. Әрине, ол да дұрыс шығар. Бір адамдардан көңіліңіз қалуы мүмкін. Тұрақтылық, қарым-қатынастағы тұрақтылық,
біреуді кешіруіңіз де мүмкін. Кейбір адамдар жаңа мүмкіндіктердің ашылуын білдіреді сізге, және де тұйықталып қаласыз. Өзіңізбен өзіңіз тұйықталып, сәл өзге адамдарға ашылмай сөйтіп жүретін боласыз. Ойланып, бір тұңғиық ойда жүресіз, иә. Сондай-ақ өзіңіздің неңізді шектемеңіз, өзіңіздің мүмкіндігіңізді шектемеңіз. Егер бір дүниемен айналысқыңыз келсе, қорықпастан батылдық танытып айналысу керек дейді карталар. Сіздің қолыңыздан себебі келеді. Негізі егіздер өте керемет жандар, мүмкіндіктері күшті, бірақ мүмкіндіктерін толықтай пайдалана алмай тұрған жандар. Негізі егіздер бар ғой. Вау, керемет, жолыңыз ашылады. Кім қарыздан қиналып жүрген болса, сол қарыздан, қиындықтан шешілу жолдары шығуы мүмкін, иә. Немесе жолын табасыз, ойланасыз, реттейсіз деген сияқты. Бұл карта қараңғы түнектегі жарықты көру, яғни сіздің жолыңыздың болуы, көмекке керекті тиісті адамдардың келуі, шаруаңызды реттеу болады. Өте керемет карта. Дегенмен де енді бірінші мына картаны көріп тұрсаңыздар, жалпы бұл карта сәл проблемалар бар сіздің өміріңізде. Проблема жоқ деп айтуға келмейді. Өйткені біреулерде қаражат жағынан проблемалар, мәселелер болса, біреулерде жеке өмірінде мәселе бар. Сосын бір жаңалық келеді сізге, ол жаңалық сізге чуть-чуть ұнамайтын болады. Енді бұл карта жалпы қулықты да білдіреді, қулықты да білдіреді, айналаңыздағы адамдардың дұрыс емес екенін білдіреді, сол сіздің көңіліңізді түсіреді, сосын ренжуді білдіреді, көңіл толмаушылықты білдіреді, және агрессия, сізде мықты агрессия болады, яғни любой нәрсеге, кез келген нәрсеге қатты ашуланып кететін боласыз. Содан сіздің агрессивный бола берсеңіз, сіздің денсаулығыңызға тікелей әсер ететін болады. Уайымдай бермеңіз, қаражат жағынан мәселелер болады, проблема бар негізі сізде қаражат жағынан. Бірақ ол реттеледі. Ішіңізде түйіп, уайымдай берудің қажеті жоқ. Ол даже сізде болмаса, сіздің бір жақыныңызға байланысты, жақыныңыздың мәселесі болуы да мүмкін. Біреулер баласын уайымдайды, біреулер немесе кейбір адамдар, мысалға мамалар болады, баласының үйленуін ойланып жүретін. Уайымдамаңыз, енді мүмкіндік бар ғой. Так что балдарыңыз үйленіп кетсін, сондай жағдайлар болып жатса да. Солай. Сондықтан да қорқудың қажеті жоқ. Сосын кез келген ақпаратты қолыңызға түскен, яғни сіз естіген ақпаратты полностью тексеріп алыңыз. Сосын барып ашуланыңыз, сосын барып ренжіңіз, сосын барып шешім қабылдап іске кірісіңіз. Яғни асығыстық шешім қабылдауға болмайды. Бұлай сіздердің айларыңыз соңында жақсы болады. Соңында өте жақсы болады. Өйткені мына карта өте жақсы берекелі карта. Айдың басы сізді әбігерге салуы мүмкін, дегенмен де реттеледі. Уайымдамаңыз. Міне осындай сіздердің жорамалдарыңыз. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.